Сәлем достар. Біз сіздерге қазір Озоннан қалай новый заказ қабылдау керектігін үйрететін боламыз. Озон селлерді бассаңыздар, Озон селлерден главный бетіне өтесіздер. Одан кейін FBS-тегі новый заказдарды қалай қабылдаймыз. Оның үшін ең алдымен цены товары ФБ және FBS дегендегі заказы с моих складов дегенді басамыз. Басқан кезде мына жерде бірнеше складтан атып тұрады, немесе өзіңіздің жұмыс жасап жүрген бір складыңыздан атып тұрады. Сол складпен жұмыс жасайсыз. Одан кейін оң жағында уже ожидает сборки, ожидает отгрузки, спорный, доставляется, доставлено деген отменено деген разделдар тұрады. Бұл жерде новый келген заказ ожидает сборки деген жерге келіп түседі. Новый заказ келетін болса, сразу жанында птичка, жанында стрелка болады, ожидает собрать сборки деген. Сіз сборкаға собрать етеміз. Одан кейін товарымызды келген заманда сразу сборкаға жібереміз. Дата мына жерде временно сборки, қай уақытта жіберу керек, соның барлығын көрсетеді. Одан кейін біз жаңағы кеше склад создавать еттік қой, склад создавать еткенде товарымызды 24 сағатқа қойдық, дұрыс па? Келгеннен кейін 24 сағат ішінде жіберу керек деген сөз. Енді ол заказды жіберген кезде, мысалы кешегі заказдарды значит сіз бүгін жіберуіңіз керек. Сондықтан мынау заказ келіп түскен кезде де солай көрсетеді. Үшіне келген заказда дата отгрузкасы 4-не жібересің уже деп датасын полный бәрін көрсетіп қояды да. Сөйтіп сол күнге бұл заказдарды 5-не деген сияқты отгрузкасын бір күн алдыңға көрсетеді өзі. Одан кейін заказ келгеннен кейін сборкаға дайындап жібереміз, қабылдаймыз. Одан кейін ол заказдар ожидает сборки, отгрузкаға келіп түседі. Ожидает отгрузки товарлардың осылай спискасы тұрады новый заказдардың. Мына жерде все отправления 74 штук. И міне көрдіңіздер ма? 04.05-не программаның өзі автоматически істеп қояды. 4-не мен бүгін, яғни бұл кешегі заказдар 59 заказ жіберуім керек. Ал ертең уже 5-не бүгінгі заказдар 5-не кетеді, дұрыс па? Бүгінгі заказдар мына уже жинала береді деген сөз. Бүгін тағы түсе беретін болса, мынау тағы да акта соттың 5-не жинала береді. Одан кейін кейінгі заказдар бұрын отгрузкасы отгрузкасы кейінгі қалған заказдар осы алтысына түсіп кете береді. Енді новый заказ қабылдайтын кезде жалпы 3 документ шығарамыз, қазір соны көрсетемін. Ары қарай көретініміз спорный, яғни сіздің заказыңыз 3-не келді, 4-не отгрузка жасау керек. Отгрузка жасай алмаған күні, ол деген спорныйға түсіп қалады. Одан кейін сізді қайтадан заказыңызды жіберу үшін спорныйдан қайтадан шығаруыңыз керек деген сөз. Доставляется уже ПВЗлар сағат кешкі 4-ке дейін ғана жұмыс жасайды. Кешкі 4-тен кейін оларда базар полностью жабылады. Сондықтан 4-ке дейін заказды апарып үлгеру керек. Біздің фулфилменттер апарып үлгереді, Алла қаласа. Осыған дейін үлгеру керек. Енді ПВЗда товарымызды қабылдап алған кезде сразу заказ на месте доставляется деген жерге түседі. Вагон сияқты түспей қалу деген нәрсе болмайды. Одан кейін доставлено уже барып қойған заказдардың барлығы доставлено деген жерде тұрады. Вот міне доставлено уже товарлар барып қойған деген сөз. Отменаны сіздің заказ келген кезде отмена жасауға болады. Заказдарды жинап отгрузка жасаған күннің өзінде заказды отмена жасауға болады. Мына жерде 3 точка бар. Сол жерден отменить отправление бассаңыздар болады. Бірақ Wildberries-тегі сияқты заказды отмена жасайтын болса, ешқандай штраф келмейді. Өзінің белгілі бір Каспий магазин сияқты шегі бар. Сол шегіне жеткен кезде магазинді блоктап тастау мүмкін да. Сондықтан егер де заказ сізде көбейіп уже осылай бір күнде 40 заказ, 50 заказ бола беретіндей болса, анда-санда отмена жасасаңыз, ол уже байқалмай кетеді деген сөз. Wildberries түсіне ғой, кейбір кезде магазин өзі әрең жұмыс жасап тұрғанда отмена жасап жүретін болса, магазин деген төмен түсіп кетеді да. Ал если заказ нормально күшті болып тұрса, ана отмена жасаған заказың даже байқалмай кетеді. Сіз отмена жасаған заказдың барлығы осы жерде тұрады. Мынау товар закончился, причинасын жазамыз, не үшін жасатқанымыз. Сосын барып уже заказ отмена жасаймыз. Енді заказ қабылдауды көрсетемін. Заказ бүгіндікке 04.05-не менде 59 заказ бар деген сөз, например. Енді осыны аламын. Новый заказдар келді. Келгеннен кейін мына жерде птичканың барлығының птичкасын ұрып, мына жерде доступные акты деген бар. Доступные актыды бассаңыздар, бүгінгі заказдардың акттары дайын тұрады. Осыны далее деп басамыз, міне отправление акта 59 товар. Далее дейсіздер. Далее болғаннан кейін осы товарлардың полный несі шығады. Полный списка шығады. Распечатать акт деген кезде, міне акты
скачать етіп аласыздар. Актта сіздердің қабылдап алуға арналған документ қой. Былайша айтқан кезде ше, міне ИП Тоғжан заказдарыңыздың ИП-ның данные, товарлардың саны, суммасы, общий қанша килограмм шығады, сол жазылып тұрады, кім қабылдайды, акт приема қабылдап алатын адамның фирманың данныйлары полный, соны көрсетеді. Қандай заказдарына актта көрініп тұрады. Получатель кім алып жатыр, сізден Хакима Жасурбек дейді алып жатқан, қай қалаларға кетіп бара жатыр заказыңыз, мына жерден көре аласыз. Одан кейін қандай заказдар, қандай класты товарларға жатады. Мына жерде түсініп, класс 3 дегеніміз ол легко воспаляемый, жидкий, короче, класс 9 дегеніміз ол уже опасный веществоға жатады деген сөз. Мұны ештеңе етпейді. Сонымен ИП Тоғжан деп ат жөніңіздерді жазып қабылдай бересіздер заказда. Бұл сізде акт. Товарлардың документациясын не істейтін кезде, товарлардың документациясын распечатка жасайтын кезде, скачать деген посадкада сақтайтын кезде, то есть рабочий столға Озон деген осындай папка ашып алыңыздар. Ашып алғаннан кейін сол папкаға күнделік заказдарыңыз, бұл бірінші рет қабылдап жатқан заказыңыз ба, онда акт 1, екінші рет қабылдап жатсыз ба заказды, онда акт 2 деген сияқты госокопте заказ қабылдағанда номерлерді жазамыз ғой, накладнойдың счет фактураның тура сол сияқты номермен жазамыз. Акт 1 бізде. Бұл енді бұны скачать еттім. Одан кейінгі документ бүйтіп аламыз да распечатать маркировка дегенді басамыз. Негізі маркировканы распечатка жасаған кезде ше, жоқ былай жасамайын, маркировканы распечатка жасаған кезде бірдей заказдардың маркировкасын бірдей жасаймыз. Мына қараңыз, белый мош деген бар ма, мына жерде белый мош деген осы бір ғана заказ екен. Сәл Валберске қарағанда қиындау болуы мүмкін, бірақтан бірдей жасаймыз. Олай үйреніп кетесіздер деген ғой. Былай распечатать маркировки. Осыны аламыз да, мочайна белый мош рабочий столға. Белый тұрау. Мочайна дуги. И сохранять етеміз. Қарай, тағы бірдей заказдарын бәрін теріп шығасыздар ғой. Today 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылай бірдей заказдардың жанына птичка ұрып, осылай заказдарды қабылдасаңыздар болады. Немесе полный бағанағыдай қабылдасаңыздар да болады, просто фуфлменте шатасып кетуі мүмкін. 50 заказ на екінші бетінде тағы да 50 ғана екен, 9 заказ екінші бетте кетіп қалды. 50 заказ бірінші шығарамыз. Распечатать маркировки. Фуфлементтерге айту керек, заказ көбейіп кеткен кезде шатасып қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан фуфлементтерге әр заказдың астында данные жазылып тұрады. Қай товар деген сияқты. Соны қарап, мынау номер заказа, ID, номер заказасы, қай жерге кетіп бара жатыр, товарыңыздың полный данные тұрады, одан кейін отгрузка күні тұрады, одан кейін черный духи міне товардың аты тұрады. Осы жермен ақ мына распечатка печать нені штрих-кодты осы товарға істей бересіз. Ол кезде уже шатаспайсыз. Міне мына уже екінші заказдікі, мынау үшінші заказдікі деген сияқты. И осыны аламыз да штрих код 1. Акт 1 дедім, штрих код 1 дедім. Енді ТТН деген документ шығарамыз. Ондай жоқ. Штрих код 1, штрих код 2 дейін, потому что бұл екінші бетте 9 заказымыз қалып кетті. Міне, распечатать маркировки. Ашамыз. Мына жерде міне 9 заказ, 2 беттен 18 болды. Осыны қайтадан сақтаймыз. Енді бұған штрих код 2 деп сақтаймын. Одан кейін үшінші ТТН деген документ толтырамыз. ТТН деген документтің шаблонын мен сіздерге жіберемін. Әр адамның ТТНі бөлек болады. ТТН тура накладной толтырған. Накладной ғой негізінде, транспортный накладной. Оны толтырамыз. Оны толтыруды қазір көрсетемін. Сіздерде мынандай документ беремін. Кішірек қойын. Мынандай документ болады. Осы документке барлығын өз атымызға жазамыз. Басынан бастап түсіндірейін. ТТН документінде мына жерде номер тұр ғой. Сізден нешінші рет заказ қабылдаватсыз, бағана 1 деп жазатыныңызда 1. Немесе екінші рет заказ қабылдасыз ба 2. Солай номермен кете бересіздер. Значит, менде бұл жерде бірінші заказ. Одан кейін қай күні отгрузка жасаймыз? 4-не.
бүгінгі заказдар деп есептедік. Немесе сіздер Шымкентте жіберетін болсаңыздар, отгрузка жасайтын күні бесі деп белгілейсіздер. Сондай акцент, мынау фуфлементтерден сұрайсыздар, қандай машина кіреді, данныйын жазасыз деп. Осы жерге данныйын жазасыздар, жаяу адам апаратын болса, полный жазбай қойсаңыздар болады. Кім алып барады, соны жазамыз. Мына жерге заказчик ипіміз қандай, ипі Мадина, иным, адресін тұрады мына жерде. Мынау өзгермейді, бәрі бірдей болады, мынау да өзгермейді, мынау да өзгермейді. Одан кейін мына жерде барлығы өзгермейді, мынау номер заказылар өзгереді. Мына жерде қанша заказдың данный тұр, например, 45 заказы бар. Мен бұл жерде бүгін 59 заказ толтырамын, дұрыс па? Ол үшін бірінші мынау строкаларда, осы шаблон беріледі сіздерге. Осы строкаларда полный выделить етіп аласыздар да, сосын очистить содержимое десеңіздер полный өшіп кетеді. Одан кейін мына қатарларды сөйтіп өшіп шығасыздар. Мына штука, неше штуктан заказ берген? Бір штуктан, кейбір кезде 2 штуктан заказ береді, азында банкер сияқты емес, 2 штуктан заказ беретін кезде болады. Одан кейін сіздерде мына таблица полный керек емес болатын болса, удалить етіп тастайсаңыздар полный. Осылай заказыңыз аз болса, удалить етіп жауызға болады. Немесе осыдан кейін специальная вставка. Мынау бірінші қосатын болсаңыздар да, короче, мына бірінші строканы белгілеп аласыздар да, сосын барып строканы выделить етіп алғаннан кейін ғана вставка жасап қоса бересіздер да, короче. Дұрыс істемей қалдым ғой. Қазір қатып қалды. Удалить. Дұрыс істемейді. Дұрыс немесе удалить етемін. Специальная вставка. Неге істемей алып, мынаны өзағына тағы рет көрсем деймін. Мен қазір сәлден кейін өз алдынан жеке көрсетем. Что-то обновление болып кеттім ба? Қабылдай алмай тұр. Одан кейін мынау ценалары. Ценаның өзін полный тазалап аласыздар. Тазалап аласыздар да очистить содержимое деп басамыз. Одан кейін мына жерді тағы да полный тазалап аламыз. Очистить содержимое. Ішін полный толтырамыз. Код груза пока тұра берсін, қазір түсіндірім. Енді сізде бір заказ болса, бір ячейканы, немесе екі заказ болса, екі ячейканы қалдырасыздар, қалғанын бәрін удалить етіп шығасыз ғой. Енді мына жерге товарымыздың, мына жерге керек бізге жаңағы несі, код грузасы, яғни товарымыздың, заказымыздың номері керек. Жаңағы жерден заказымыздың бәрін толтырып шығамыз енді. Мына 9-бірінші апносы, енді бастаймыз. Мына бірінші номер заказымыз. Мына жерден алып аласыздар, номер заказы. Сөйтіп, ТТН-ге толтырамыз. Ставить. Мынау backspace басып жіберсеңіздер, ішіне қарай жазылады. Енді мына жерге қандай ценамен заказ келіп тұр? Мына товарға, енді бізге 1074 рубльмен заказ келіп тұр, дұрыс па? Ценаны жазатын кезде всегда тексеріп аламыз. Ол үшін былай жасаймыз. Мына жерде сіздерге дайын ссылканы бәрін документпен жіберіп қойған, на самом деле. Ценаны есептейтін кезде күнделікті документке қарап есептейміз. Мынаны ашып тастайын. Тенбетті ашып тастайын, қазір бізге керек болатын. Цифр профиль, килограмм ташып тастайын. Енді біздің заказымыз, мына жерде қарасаңыздар, 1074 рубльге келіп тұр. Үйреніп алсаңыздар, оңай қиын емес. Докс Азам деген осындай ссылка жібереміз сіздерге. Осы ссылкаға кіресіздер, 2023 жылдың бізде май айы дұрыс па? 04.05 майда ашасыздар. Уже 04-не мына теңгемен курс бар. Теңге 07.65 көрдіңіздер ма? Енді 1074-ті бөлеміз 07.65-ті осы курсқа бөліп отырасыздар. 1074 бөлу жаңағы 0.17.65 0.17.65 6084 теңгеге бізге ақша заказ келіп тұр. 6084 рубль көрдіңіздер ма? Суммасын автоматически соңында неті шығарып, одан үш жерді өзімізде жазамыз. 6084 рубльге келіп тұр заказ. Тура осылай заказдың барлығын толтырып шығамыз жерде қараңыздар. Осылмаса сыртын ішіне кіріп толтырамыз. Backspace басамыз, одан backspace деген удалить ететін кнопка бар ғой, соны басамыз. Сосын суммасын қарайсыз. Уже бұл 600 рубльге келіп тұр. 600 бөлінген 0.17.65 еді жаңағы. Енді 3399 рубльге келіп тұр бұл заказ. 3399.
тура осылай заказдың бәрін толтырып шығасыз. Енді мына код груза деген нәрсе бар. Код грузаны қайдан аламыз? Код грузаны алу, мына сіздерге дайын ссылка жібердім тоже, tnver.info деген сайт бар. Сол жерге кіресіздер де, бізде бұл духи дұрыс па? Духиде поискке жазасыздар, уже tnver-ден арнайы код береді. Міне tnver-дегі коды. Енді айтатын нәрсе, Озонда кейбір товарларды сатуға болмайды, потому что ол товарларға счет, фактура сұрайды и налог төлеу керек болады. Оны қайдан білеміз? Мына жерде код духиде ешқандай документ сұрап тұрған жоқ. Бүйтіп іздеп болғаннан кейін перечень изъятия ВТО деген нәрсе бар. Сол жерге басасыздар. Егер де по заданному фильтру нет кода перечень изъятия, көрдіңіздер ма? Перечень изъятия жоқ дейді. А на самом деле осыған перечень изъятия бар болатын болса, ол товардың кодын жазбайсыздар. Кодын жазатын болсаңыздар, бірнеше мың көлемінде штраф келеді. Примерге тағы біреуін көрсетейін. Мынада жоқ екен духида, иә? Мен өзім наушник қойдым. Наушник сатқым келген еді. Сөйтіп осыған іздеп көрдім tnver-ден коды шықты. Бұның басқа кодтары жоқ, иә, например. Мына кодтар бар екен. И именно мына кодты аламын да тексеремін. Перечень изъятия ВТО. Перечень изъятия ВТО, наушники, телефон, головной номер, микрофон, анау. Соған перечень изъятия ВТО 1 деп тұр. 1 деп тұр, көрдіңіздер ма? 1 болса уже сізге налоговойдан рұқсат алу керек, счет фактура толтыру керек, налог төлеу керек ол товарға. Сондықтан бұндай товардың кодын вообще алмаймыз. Енді мен наушник сататын болдым, басқа товардың кодын тексеріп көремін енді. Сөйтемде перечень изъятия ВТО-ға кіремін қайтадан. Ой, жоқ. 90, вероятность 70% дейді. Кодын алып алдым да. Мына ВТО-ға барам. Оны сайт етем. Показать. Уже надо жоқ. Значит, сіз наушник сататын болсаңыз, мынаусын алмай, мұны астындағын аласыздар. Кейбір нишаларда вообще не болмайды да. Астында басқа түрін ауыстыратындай код болмайды да. Например, досканы көрек. Доскаға қазір обновление болып тұр. Енді түсіндік қой, tnver-дегі оны товарды толтыратын кезде жазып кетеміз, кодты қайдан алатынымызды білу керек та просто. Немесе заказыңыз бар ғой мына жердегі, өзіңіздің қабылдап отырған. Сол жерде де бар негізінде ол. Белый нож, заказдардың мына жерде список товарда тұрады ғой. Мына товар толтырған, например, редактировать етіп, оның код товарасын алып алуға болады. Так, бұның код груза қай жерде. Әр товардың коды жазылып тұрады. Мына жерде қоймайды екен ба? Код tnver сұрайды товарларды сатып ететін кезде негізінде. Мына товарда қойылмапты. Мына товарда қойылмапты. А на самом деле қойылады да кейбір заказдарда сол жерден көріп алуға болады. Жоқ, мына товарда қойылмапты. Ну, короче, tnver-ді осы жерден көріп аласыздар ғой, доскаға міне. И перечень изъятия автоматически тексереміз. Ол товарға счет фактура сұраймыз, алмаймын. Так, одан кейін товарыңыздың қанша грамм шығады, товар создавать ететін кезде қанша грамм деп белгіледіңіз, оны акттан да көруіңізге болады негізінде. Немесе товар создавать ететін кезде. Класс груза 0,2, яғни 200 грамм деген сөз. Килограммды граммға айналдырып жазамыз, қанша грамм шығады. Сон. Одан кейін түсінікті емес па бұл сіздерге. Мына жерде цифры деген жер бар, мына граммы деген жер бар. Мысалы, килограммға айналдырып жазамын. 200 граммның затын мен базамен жазған кезде 0,2 килограмм деп жазуым керек. Міне 200 граммның заты примерно 0,2 килограмм болады. Тура осылай толтырып шығамыз затын бәрін. Мына жерде полный духи болғандықтан код грузасы бәрі бірдей болып тұр да. А на самом деле сіздерде басқа бытовой заттар сататын болсаңыздар, оны кодын tnver-ден тауып алып жазасыздар. Бірақ ВТО дегеннің ішіне кірмеу керек. Полный вообще кірмеу керек. Одан кейін товарды полный толтырып болдық. Сіздерде мына жерде заказдың полный суммасы, товардың ценасы барлығы автоматически Excel есептеп береді да. Неге общий бәрін толтырып болғаннан кейін осындай сумма шықты делік та, например. Одан кейін осыны сіздер 25789-ды копировать етіп алып, мына сайтқа қойсаңыздар, выставить счет F деген. Мына 25789-ды сөзбен жазу. Ой, енді прописью. И осы шықты. Сөзбен қалай жазылады, өздеріңіз жазсаңыздар да болады, немесе сайттан алып, мына жерге қоямыз. Всего поступило на сумму. Қанша теңгеге заказ түсті общий ғой? 5 теңге. Теңге деген қалады. Вставить. Мына вставить еттім. Теңге 0 копеек деген қалады. Общий мынаны да базаның өзі автоматически есептеп береді. Общий 9 кило шықты дейді. 9 килоны мына жердегі сумманы
қанша килограмм болды соны жазамыз. Мына жерде 45 заказ емес, сізде бүгіндікке 59 заказ, оны жазасыз. Кім жіберіп жатыр товарыңызды? Міне сдал. Кім жіберді? Фуфлементтен данныйын алып аласыз, соны жазасыз. ТТН осымен бітті. Осыны сақтайтын кезде де сохранить картинку как деп, рабочий стол, сохранить как деп, жаңағы Озон деген өзіңіздің папкаңызға сақтайсыз. ТТН менде уже бірінші ТТН. Кейінгі заказдарда уже екінші ТТН болып кете береді. Полный осы ТТНді полный осылай толтырып аламыз. Барлығы толтырып шығарып. Бұны заказды қабылдау үшін міндетті түрде не істеу керек? Міндетті түрде ноутбук керек болады. Телефоннан толтыру өте қиын. Сондықтан одан кейін заказдарыңыздың барлығын фуфлементке тапсырасыздар. Фуфлементке тапсырып болғаннан кейін өздері отгрузка жасап береді. Әр товардың Шымкенттен жіберетін болсаңыздар, Шымкентте фуфлементтер әр товарға объемына қарай енді кішкентай товарларға 500 теңге алады, Валберстеге қарағанда сәл қымбаттау алады. Себебі бұның қағаздарын полный шығару керек. Упаковка жасаған кезде мусорный қара пакет бар емес пе? Соны бірінші орап аласыз да, одан кейін пупыркамен орап, штрих-кодын жабыстырып жібересіз. Бұл бірінші способ. Екінші способ сізде жаңағы курьерский пакет бар емес пе? Сол курьерский пакетке салып, жанына штрих-код жабыстырып жібересіз. Штрих-кодты арнайы стикермен жабыстырсаңыз болады, немесе ақ қағаздар болады ғой, наклейка жабыстыратынша сол наклейкаға распечаткадан шығарып алып жабыстырасыз. Полный солай кетеді. Штрих-код тұрған жеріне никогда скотч жабыстырмаңыздар. Скотч жабыстырсаңыздар ертең сканнан өтпей қалады да, базадан қабылдамай қояды. Сондықтан вообще упаковка жасағанда ағай болу керек. Не обязательно Валберес сияқты 58-де 40 стикермен жасаңыздың қажет жоқ. Новый заказды, в общем, осылай қабылдаймыз. Новый заказ келеді, ожидает отгрузкаға түседі. Кейінгі күннің заказдарын уже мына жердегі заказ мына жерге ауысады 0,5-не. Одан кейін тоже оның да ТТН толтырамыз. Қандай заказдар келді, полный бәрін данный енгізіп шығамыз. Акттарын шығарып жібереміз. Одан кейін штрих-кодтарын алып жібереміз. Бұл үш документ бар. Енді төртінші нәрсе, тура қай почтамен сіз осы сайтқа тіркелдіңіз, сол сайттың почтасына кіресіздер. Өздеріңізге ашып алыңыздар почтаға кіріп, тур сол почтаға кіріп, Озон деген папка қайда менде? Озон, Алматы хаб, ozon.ru деген сайтқа ТТНді жібереміз. Сіздің заказыңыз қабылдадыңыз ба, дайындадыңыз ба, полный сразу жіберіп тастаңыз. Ертең товарларыңызды қабылдайтын кезде ТТН болмай қалса, сіздерге заказдарыңызды қабылдау қиын болады. Міне, новый заказ қабылдау көрсеткен мына жерде. И одан кейінгі Алматы хаб, ozon.ru осы документті группаға жібердім. Осы документ арқылы көре берсеңіздер болады. Мына жерде керекті программалармен танысу. Обучение про Озон, өздерінің университеттері бар ғой, Озон университеті, содан цифрды готовый сөзбен жазып береді. Килограммдарын өлшейтін болсаңыз, клиентский сайт ТТНге есептеп қою жаңағы килограммды граммға, килограммды килограммға деген сияқты. ТНБ кодын көретін сайт мынау. Счет ақша түсетін кезде счет жібереміз. Счеттің ссылкасы, штрих-кодтың образеці, ТТН-нің, акттың. Осы 3 документ керек қой бізге. Одан кейін айтатын нәрсе, мына жерде заказды қабылдаған кезде сіздерге ожидает сборки дейсіздерді, заказ келе салысымен сборкаға жібересіздер. Сборкаға жібергеннен кейін 13 сағаттан кейін акт сіздерге дайындап береді сайттың өзі. Сондықтан келе салысымен тез мына жерде қалдырмаған себебі заказда акт тез дайын бола берсін. Тез дайын болса, сіздер тез отгрузка жасай аласыз деген сөз. Например, бүгіннің заказы келіп тұр, бірақтан да сізде ертең уже отгрузка, но сіз әлі сборкаға жібермеңіз да, отгрузкаға жібермеңіз, сондықтан сізде акт дайын болмай қалады. Сондықтан келген заказды келген заманда сразу собрать деп отыру керек. Собрать деп отырасыз, сосын акт дайындап береді. Отказ жасаңыз, сосын ішіне кіріп отказ жасай бересіз. Так, новый заказ қабылдау осы, пока.